Сәлем достар, өте тез жасалатын дәмді нәзік печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажетті овсянка. Овсянканы алып, осылай блендердан ұсақтап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажетті бір дана жұмыртқа және де бал қажет болады. Балды міндетті түрде ертіп құясыздар. Қамыр қопсытқыш. Үй температурасындағы сары майды қосамыз. Бір шымшым тұзымызды ұмытпаймыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Не осындай видеодағыдай болуы қажет. Енді бізге қажеті шоколад. Шоколад қосамыз. Шоколадпен өте дәмді болып шығады печенье. Тағы да араластырамыз. Енді пергамент қағаз төселген ыдысымызды дайындап алып, печеньенің формасын жасап, бірден үстіне қойып шығамыз. Печеньенің формасы менде ұзыншалау болады. Ұзындығы 3-4 см, қалыңдығы 3 мм болады. Өте ерекше дәмді болып шығады. Піскеннен кейін кішкене үлкейеді. Міне осындай видеодағыдай барлығын жасап шығасыздар. Қызып тұрған пешке дайын болған печеньемізді салып, 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей печенье дайын болды. Өте әдемі, дәмді, нәзік болып шықты. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Описание бөлігіне барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка бөлігінде қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.